call me a sinner, I call myself a saint. Look in the hallelujah, today we close to pray. Алло, Беке. Бізге сұрақтар қаптап кетті ғой. Дайынсың ба? Біз дайынбыз онда. Ассалаумалейкум достар, сіздермен Бәке Басеке. Достар, уәде еткендегідей, бүгінгі общий тема сұрақ-жауаптар. Не үшін от-шоу? Неге от-шоу? Негізі от-шоу деген расшифровкасы общий тема шоу. Бұл проектті ашқан ең бірінші себебі, ол қазіргі Қазақстанда бүкіл әлемде негативті жаңалықтар көп болады. Бұл негативті жаңалықтарды позитив ретінде алып келу мақсатында общий тема шоу ашылған еді. After Effects Premiere Pro. Егер сіздерге қалай монтаждайтынымызды көргілеріңіз келсе, оған бөлек выпуск шығару керек. Егер оны қаласаңыздар, осы видеоға 2000 лайк жасаңыздар. Негізі монтаждың қиындығына, креативіне байланысты. Кегеде бір апта өтеді, кегеде 3 күн өтеді. Мысалға, нау монтаждың өзіне 2 күн өтті. Көп сұрап жатады, логода екінші адам кім деп. Яғни біз общий темада 2 адам жұмыс жасаймыз, ол екінші Асекең. Мысал ретінде келтіретін болсақ, общий тема шоу проекті бір машина болса, машинаның кузовы менмін, ал оның моторы, яғни Асекең. Яғни осы проекттің ашудың бір себепкері осы Асекең. Деп, нұрдан қоян байқұсап айтып отырсың. Енді осы Асекең көбіміз сценарий жазамыз. Көбісі сұрап жатады, видео неге аз шығады деп. Айына бір рет. Яғни біз отбасы құрған адамбыз, өзіміздің тіршілік жұмыстарымыз бар, сол жұмыстарға байланысты өзіміздің графигіміз бар. Сол графикқа келісіп сценарий жазамыз, бір апта сценарий жазамыз, бір апта монтаж жасаймыз, бір апта көріспейміз. Сиқым оның ішінде қара қойлы. Тарас. Болмайды онда. Салмағым қанша? 80 ғой. Жоқ. 0. Бар. Шүкір, жақсы, аман болады. Жатыр ма шей? 2019 30 декабр. 31 ма? 30 ғой? 30 салдық емес па видео? 31 сал. Дегенде 2 сал. Сондай ма? Негізі көбісі сұрап жатады, неге подписчиктарыңыз аз, не үшін 100 болмайды, не үшін миллион болмайды деп. Достар, ол тек қана сіздерге байланысты. Лайк, коммент күтеміз, достар. Біз қалай келдік? Негізі Асекең екеуміз біз бұрыннан бері КВН ойнағанбыз, 4 жыл бойы Жас Талант деген команда құрдық, сояқта ойнадық өзіміз. Кейін 4-5 жылдан кейін сборный Таразда ойнадық. Яғни бір сөзбен айтқанда Асекең екеуміз біраз жыл бойы таныспыз, құдамыз деген сөз. Келесі сөз кезегі Асекеңге береміз. Негізі YouTube-тағы бұл бірінші проект емес, біз бірнеше проекттермен айналысқанбыз. Проекттер жасау арқасында біз монтаждау үйрендік. Блогер болу үшін не істеу керек? Біріншіден динамика керек. Екіншіден жақсы монтажер керек. Үшіншіден барып кел. Шауып кел. Оператор керек. Бәке? Ау. Сен ең басты заттарды айтса бірінші. Ең бастысы, ең біріншіден аккаунт ашу керек, сосын жақсы идея керек. Все, қалған бәрі уақытысымен болады. Безумно можно быть первым. Білмеймін, бір шабыт келеді, содан идея шығады. Dota, CSGO. Рахмет. Алла қаласа барлығы болады. Осымен үшеуін түсірдік, міне шығып тұр. Көрсеңіз болады. Әлі алда болады. Күтіңіздер. Өзімізге пиар керек. Дұрыс жағынан түсіндер жіктер. Енді сіздерге байланысты.
Ол үшін лайк бассыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Содан видео популярный болады. Сенеміздерге. Егер сіздерге осындай сұрақ жауаптар ұнап жатса, лайктарыңызды басып, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Бәке Басеке. Сау саламатты болыңыздар. Выпустил видосы, заработал денег. Но теперь на дошек не хватает, верно? Выпустил видосы, заработал денег. Голодать не буду больше я, наверное. Ты думал, будет дичь, угадал. Я блогер, подпишись на канал. От того, что громко орал, походу снова голос сорвал.